Говорят, что наука – это не только формулы и приборы, но и характер. Талпыныс күші ғалымдарға жүздеген талдау жүргізуге, деректерді қайта-қайта тексеруге және дәл нәтижелерге қол жеткізуге көмектесетін нәрсе. Именно стремление к знаниям, к точности и к сохранению природы движет учеными, которые ежедневно работают ради будущего. За каждым научным результатом стоят настойчивость, дисциплина и годы исследований. Гидроаналитикалық зертхананың немен айналысатынын және ғалым мамандығында талпыныс күшінің қандай рөл атқаратынын білейік. Сәлеметсіздер ме? Мен Мұқатай Аида Айғалымқызы, балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы гидроаналитика зертханасының ғылыми қызметкерімін. Гидроаналитика зертханасы су айдындарының сапасын кешенді ғылыми тұрғыда бағалап, олардың экологиялық жағдайын анықтаумен айналысады. Гидроаналитика зертханасы заманауи құрал-жабдықтармен қамтылған, барлық құрылғылар заманауи жыл сайын тексерістен өтіп, тиісті сертификатымен расталады. Және мұнда кемінде магистр дәрежесі бар білімді мамандар қызмет атқарады. Зерттеу жұмыстары мемлекеттік стандартқа сәйкес жүргізіледі. Су сапасын анықтау бірнеше әдістер арқылы жүзеге асады. Олар титриметриялық, фотометриялық, электрондық, графиметриялық және инструменті әдістер арқылы. Ол әдістер судың химиялық құрамын дәл анықтауға мүмкіндік береді және алынған нәтижелер су экожүйесінің жағдайын бағалауда маңызды рөл атқарады. Біздің мақсатымыз ғылыми деректер арқылы су ресурстарын қорғау және балық шаруашылығын тұрақты дамытуға үлес қосу. Ғылым бұл табиғатты сақтайтын ең тиімді жол. Рахмет.